Бүгінгі көңіл күйлері қандай? Тамаша, ал ендеше бәрін ортаға жиналайық. Келіңіздер. Өрмекші торы әдісі бойынша қазір бір-бірімізге осы сабаққа байланысты жақсы тілек айтамыз. Аружан, баста. Дауыстарын шығарып-шығармайыңдар. Барлығымыз Сабрина, бүгінгі сабақта саған сәттілік тілеймін. Экологиялық проблемаларды қалай шешу керектігін үйренеміз деген ойладым. Өте тамаша. Бүгінгі сабаққа саған сәттілік тілеймін. Жақсы Дауыстарын қатар мағлұматтарды, мәліметтерді алуға жеткізілді. Дауыстарын қатар шығармыз. Анирияға берем. Бүгінгі сабақта Дауысын шығар. үйренді болуы керек. Мен бұны Балдәретке берем. Бұл сабақта тек қана саған сәттілік тілеймін. Сабақтан өзіңе қажетті мағлұматтарды аласың деп ойлаймын. Өте жақсы. Жылдам. Оны Серікке берем. Серік өмірде табандылық, және сабақта сәттілік тілеймін. Мен бұл Манияға берем. Мания саған сабақта белсенді болуын тілеймін. Өте жақсы. Мен бұны Батырханға берем. Келген сұрақтардан еш бүлдірместен жауап беруін тілеймін. Өте тамаша. Мен бұл допты Нұралыға берем. Нұралы ойыны шықыр болсын. Тамаша. Мен бұл Зиярасыға берем. Лақтың соңындай таза бол. Өте жақсы. Мен бұл допты Шолаға берем. Бақытты бол. Мен бұл допты Қарақатқа беремін. Қарақат бүгінгі сабақта жақсы өзіне көрсетесін деп ойлаймын. Өте жақсы. Мен бұл допты Әселге беремін. Сабақта өте сәттілік тілеймін және көптеген мәліметтерді алуға. Өте тамаша. Ал, Әсел. Бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Енді маған да. Абай ол. Ал жүріп. Ал, Сәттілік. жақындатамыз. Так, мына достық. Достық, яғни барлықтарын бір-бірлеріне адал, әрі сенімді, бір-бірлеріне серіктес болады деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз біріміз, бәріміз үшін, біріміз үшін. Яғни осы сабақтың сәтті, әрі сапалы болуы сіздер мен біздерге байланысты. Ал ендеше қазір рандом бойынша топқа бөлінеміз, содан кейін партаға орындыққа жайғасамыз. Жарайды. Рандомды қосып жіберсеңіз, айналапай. Отырдық па? Екінші топ Бағдәулет, Әсел, Ерасыл, Серік, жайғасамыз, Анелия. Үшінші топ Сабрина, Батырхан, Мадия, Арнұр. Ал, топқа бөлінді. Енді бізге берілген, үйге берілген тапсырма не еді? Бәрін тұрғыш айтып берсек, қолды көтеріп айтамыз, шола. Ғаламдық экологиялық мәселелер. Енді осы ғаламдық экологиялық мәселелерді сендер қаншалықты жақсы меңгергендеріңді білу үшін мен қазір алдарына QR код тастаймын. Соткаларымды қосасыңдар барлықтар. Мына QR код бойынша тест тапсырмасын орындаймыз. Бағдәулет, сен ана неге жақында? Экранға жақында? Ноутбукқа жақында? Мына жерде. Айнаны басына отыр. Мына жерде болды. Мына тақтада көріп тұр. Үй тапсырмасы бойынша Флиппикиден, яғни Флиппики платформасына тапсырма берді. Ал бастаймыз. Баста. Ашылды ма? Chill. Можно?
Аты жөніңді жазасың, ана жерге шыққан болса. Аха. Кімдік ашылы қолдарын өтесіңдер? Тапсырма берген назар. Аха. Тағы да. Kötü ağırladı. Аха, дұрыс айтады. Сұрақ түсінікті, иә? Өткен тақырып бойынша көріп отырсыңдар, қиын емес. Егер сабақта егерген болса, бұл тапсырма оңайға түседі. Жақсы. Бағдары. Кәліктің үздік оқушы сертификатына ілінеді екен, көрейікші кәлі. Молодец. Мадияр, Жүсіпбай Мадияр, үздік оқушы. Өте тамаша. Өте тамаша. Тағы кім болып қалды? Тағы да кім болайын деп қалды? Он екінің төртеуінен қате жіберді, үздікте ілінбей қалдым, бірақ жақсы, нәтиже жақсы. Келесі кім бітті? Қанша? Молодец. Серікбай Садрина, үздік оқушы. Керемет. Так, 100% орындаса, молодец. Аружан. 100%. Керемет. Айтқан Аружан, үздік оқушы. Тамаша. 100% меңгерді деген сөз. Тағы да кім бітті? Ең соңында қошқан монтаж. Батырға сен тұрғандай. Сен соңында қалдың ма? Жарай. Бағдар етсеңші? Ben енді ең соңында. Ең соңына келдің ма? Халық саны жеделдесіп жатқан елдерде. Алды жетеді. Басқан. Не oldu? Bir qate ketdi Бағдәулетте. Молсераль негізін қалаған академик дегенде қате жіберді. Өте жақсы болады. Қазір мен осыған байланысты сендерге мына жерде зелодышқа беремін. Үздік оқушы кімеді жаңа? Сабрина, молодец. Өте жақсы. Баташа. 10 балл. Молодец, үздік оқушы. Керемет. Міне. Ерасыл. Болған жоқ, е? Қантымеді. Ағай келмеді. Қалай? Екі сағатқа тегеді ма? Онда 8 Бағдары сенің Так, сен көздіге. Сен кім еді? Алда оға қате жібердің ба? Жоқ. 8 қате жібердің. 7 балл. 4 қате жібердің ба? Тағы. Қазір жылқышаларды тап отырмдар? Кім болды? Жылдамдатамыз. Сабрина Батахан бітті, Еразыл бітті. Бітті. Бұл топ бітті. Үшінші топ бітті. Молодец, шақалап. Тамаша. Бірінші топ бітті, е? Тамаша. Ортадағы екінші топ. Бас. 2 қате шықты. Так, 2 қате шықты. 7 балл. Ұста. Жылдамдатамыз. Кітапқа қарамаймыз. Бұл үй тапсырмасы. Қарамау болмайды. Жылдамдатамыз. Сендер қалып жаңа үздік оқушыны бізде қанша оқушы алып қолдарын көтеріңдерші? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодец. 7 оқушы үздік оқушы. Қалғандары жақсы, орындағандарым төмен нәтиже жоқ. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз, бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы ғаламдық экологиялық мәселелерді шешудегі әлемдік тәжірибе. Оқу бағдарламасына сәйкес
оқыту мақсаттары ғаламдық экологиялық проблемаларды шешудегі әлемдік тәжірибені зерттеу. Ал енді сабақтың мақсаты, яғни біз бүгін ғаламдық экологиялық мәселелерді шешуде ғылыми-техникалық прогрестің рөлін анықтаймыз. Және де Қазақстан осы экологиялық инновацияға өздері қаншалықты үлес қосып отыр, осы проблемалардың шешу жолдарын ұсынамыз. Және де ғаламдық экологиялық проблемаларды шешудегі әлемдік тәжірибені зерттейміз. Енді осы жаңа сабақты бастамас бұрын жаңа сендерге жұлдыз шарларды байқадыңдар ма? Мен қазір сендерге бағалау парағын тарқатамын. Осының ішінде үй тапсырмасы деген жерге қандай бал тұр, соны жазып қоясыңдар. Бәріңіз звездочка берілді, көрдіңдер ма? Соны түсіріңдер, жылдамдатып мына бағалау парағына. Түсірдік па? Бағалау парағына неден түсіріңдер? Енді түсіріп болдық па? Енді бер қараймыз. Бүгінгі сабақ неге байланысты екен? Кішкене видеороликке назар аударайық. Бүгінгі жаңа сабақта меңгермес бұрын осы сабаққа байланысты қазір кішкене видеоролик қараймыз. Біздің көміртегін пайдалануымыз бен оның салдары мәдениет, өнеркәсіп, тұтыну мен тасымалдау және басқа да факторлар негізінде ерекшеленеді. Біз өмір сүретін орта көміртегіге аса тәуелді. Егер біз көміртегі газының эмиссиясын толық тоқтатуға бел болсақ, онда әлемдегі өнеркәсіп, ауыл шаруашылық пен көлік жүйесі істен шығар еді. Парниктік газдарды бақылау мақсатында үкіметтер көміртегі эмиссиясын шектеуге келісті. Көміртегі газының эмиссиясын қысқартудан басқа тағы да екі әдіс бар. Оны компаниялар немесе үкімет қолдана алады. Мәселен, көміртегі эмиссиясы үшін ақы төлеу, яғни өнеркәсіп орындары өндірістен шығатын парниктік газдарды азайту үшін түрлі қайта қалпына келетін энергия көздерін дамытуды қаржыландыру керек. Екінші әдіс көміртегі квоталарын саудалау, яғни көміртегіні шамадан тыс шығаратын өндіруші оны аз шығаратын тараппен саудаласады. Нәтижесінде үлкен өндіруші қажет көміртегін аз өндіретін тараптан сатып алады. Көміртегі эмиссиясы үшін ақы төлеу мен оны саудалау әдісін қолдамайтындар да бар. Олар бұл әдіс шамадан тыс ластаушылар үшін тиімді деп есептейді. Енді біреулері көміртегі эмиссиясын шектеу көмір секілді энергия көздеріне тәуелді, дамушы елдер үшін тиімсіз деп санайды. Олар дамушы елдердің қайта қалпына келтіруге немесе саудаласуға жағдай жоқ екенін алға тартады. Ұзақ мерзімдегі ең тиімді шешім көміртегі газының эмиссиясын қысқарту. Бірақ ол үшін алдымен балама, яғни зиянсыз энергия көздерін пайдалануымыз қажет. Демек, мына жерде біз нені түсіндік? Қолыңызды көтеріп айтайықшы. Ал шығалап. Көмір қышқыл газының мысалы үшін компанияларда ірі өнеркәсіп орындарында мысалы үшін көмір қышқыл газы тым өзінің несінен қатты асып кетсе, басқа өнеркәсіптерге соны сату эмиссиясын дұрыс қолдану мақсатында осы атмосфераға пайдалы жағынан. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз осы жалпы ғаламдық экологиялық мәселелерге не жатады, айтыңдаршы? Шөлейттену. Шөлейттену, дұрыс, тағы?
озон қабатының жоғарылығы, дұрыс. Табиғи ортаның ластануы және жаһандық жылыну. Айтып отырсақ, осы экологиялық мәселелердің туындауына ең басты себеп қазіргі кездегі өнеркәсіп орындарынан шыққан көміртегі тотықтар. Енді бұл көміртегі тотықтардың сыртқа шыққан бөліктерін әсіресе дамыған елдер қазіргі кезде қандай мақсатта оны жүзеге асырып отыр? Дамыған елдер пайдалану үшін өндіріс нелер тоқтап қалмау керек. Өндіріс орындары тоқтап қалмау керек. Оны не дейді жаңа? Саудалау керек деп отыр. Яғни біз осы егер айтып отырмыз экологиялық проблемалар деп ғаламдық жылыну айтып отыр. 1997 жылы Жапонияның қаласында Киото деген қалаға сол жерде үлкен бір жаңағындай жиналыс конгресс болады. Сол конгресте айтылады. Егер дейді ауаға бөлінетін жаңағы көміртегі тотығы шектен тыс артып, ауадағы ғаламдық жылыну, яғни жылыжай эффектісі 2 градусқа жылынатын болса, онда әлемде 500 миллионнан астам адам судан зардап шегеді. Су жоқтан зардап шегеді. Егер ол 3 градусқа жылынатын болса, онда 3 миллиардтан астам халық зардап шегуі мүмкін дейді. Көрдіңдер ме? Сондықтан да қазіргі кезде бүкіл әлемнің алдында тұрған негізгі мақсат не істеу керек? Біздің бүгінгі тақырыбымыз осыған байланысты. Әлемдік тәжірибені қолдана білу, яғни қоршаған ортаны сақтау үшін, яғни тұрақты даму деп отырған сөз, адам өміріне қажетті деген ресурстарды өзіне қамтамасыз ете отырып, және оны болашақ ұрпаққа сақтау керек. Түсіндік па? Сондықтан да қазір мынау параграф 16 ашыңдар. Өте ауқымды әрі күрделі тақырып болғандықтан мен қазір сендерге 3 топқа бөліп беремін. Жарайды ма? Бірінші топ. Мына жерде тақырыпшаларына қараңдар. Екінші топ. Мына жерде контекст тұр. Şu жерде тақырып тұр, қараңдар. Қандай тақырып? Үшінші топ. Бірінші топ. Тақырыпты оқып Елдердің экологиялық, экономикалық типтері. Елдердің экологиялық, инновациялық технология, соның типтерін айтамыз. Ал сендердің келіп, Анелия? Экспо 2017 көрмесі. Экспо 2017, жасыл энергетика, Сендерге не берді? Экологиялық, инновациялық белсенді пайдаланылады. Жаңа экологиялық стратегияны жерде жазып бар еді, қаламамдан. Қақы жөнді. Жаңа экологиялық стратегия. Так, жақсы. Уақыт. Ал? Айнымнан қашын. Алдарына тақырыпша бар, көріп отырсыңдар ма? Яғни бірінші топ ауқымы, яғни тиімді шаралар туралы айтасыңдар. Екінші топ тиімді идея ұсынасыңдар, яғни Қазақстан туралы. Үшінші топ ол пікір қарастырасыңдар, яғни инновациялық технологияның әлемдік тәжірибесі туралы айтасыңдар. Жарайды ма? Енді осыған 5 минут уақыт жібереміз. Алып кетті орнына.